Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Видеомыз кеңінен таралу үшін видео астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, видеоны достарыңызға жіберіңіз. Рүстем деген бір шопан досым болатын еді. Оған адамдар қой ешкілерін бағу үшін беретін болатын. Ол әр жылы көктемнен қысқа дейін тауларда қой ешкілерді бағатын еді. Ол жақын досым болғанлығы үшін кейде барып көріп келетін едім. Телефонда сөйлесіп тұруымыз да мүмкін еді. Бірақ тауда байланыс жақсы болмағандығы үшін ол телефон істетпейтін еді. Бір күні базарлық қылып, досымды көруге бардым. Отырып сөйлестік. Таудың таза ауасынан тойып демалдым. Әр келгенімде досым мені көріп, қуанып кететін еді. Бірақ бұл келгенімде досымның қандай да бір депрессияға түскенін сезіндім. Бірінші ол, ештеңе болғаны жоқ, түнде жақсы ұйықтай алмадым, деді. Содан соң, мен жораңмын, досым, торысын айт, дедім. Ал досым болса, мен шопандықты жинастырып, басқа кәсіп иесі болмақшымын, деді. Бір аптадан бері әр күні біреу-екеуден қойлары жоғалып жатқанын, ал олардың егелеріне не деп жауап беруін ойлап жүргенін айтты. Сонда мен айттым: досым, бұл мәселеде саған жәрдем беруге әрекет қыламын. Бір апта осы жерде сенімен бірге қаламын. Түнде екеуміз бірге қарауылдық қыламыз. Қойларды не алып кетіп бара жатқанын анықтаймыз. Сонда сен де кәсібіңді өзгертіруге мәжбүр болмайсың. Жоғалған қой ешкілердің егелерін бір амалдап разы қыламыз, дедім. Ол разы болды. Осында ғана досымның жүзіне қызыл жүгірді. Сол күні кешке өзімізге керек жабдықтардың барлығын алып қарауылдыққа кірістік. Ұйықтап қалмау үшін досым менен ар жақ бер жақтан сөйлестік. Сөйлесуіміз соншалықты қызып кеткеннен сағат 2 болғанында сезбей қалыппыз. Осы кезде қойлардың дауысы жоғары шыға бастады. Менің қолымда фонар, ал досымның қолында болса автомат бар еді. Жүгіріп, қойлар тұрған жерге бардық. Барсақ, қойлар недендір қатты қорыққан. Бірақ ештеңе жоқ еді. Барлық жерді қарағаннан соң қайтып үйге келдік. Және отырып, ұйықтап қалмау үшін жастық шағымызды еске алдық. Сағат 3. Досым автоматты қойды да қолына фонар алып, қойлардан хабар алып келейін деп шығып кетті. Досым келгенше азырақ ұйықтап алайын деп қисайдым. Ұйықтап қалыппын. Бір кезде күннің ыстық сәулесінен және қойлардың даусынан оянып кеттім. Тұрсам сағат 10, бірақ Рүстем жоқ еді. Досымды қыдырып, үйден шықтым. Шақырдым, бірақ жауап бермеді. Қойлар аштығынан мәріп жатыр. Оларды қорадан шығарып жібермегендігінен күмәндандым. Қолыма автоматты алып, Рүстемді іздей бастадым. Іздеп жүріп, үлкен тастық жерлерге келіп қалдым. Тастардан өтіп барады екенмін, алдымнан қорқынышты бір үлкен жылан шықты. Ол тасқа оралып жатқан еді. Қорқып кеттім. Қиялыма бір ой келді. Бәлкім, қойларды осы жылан жұтқан шығар. Ол анық бірдеңені жұтқан. Соны әзім қылу үшін тасқа оралғанша жататын еді. Автоматты алдым да жыланның қақ маңдайынан аттым. Жылан өлді. Рүстем келгенше оған сюрприз жасаймын дедім да пышақты алып жыланның қарнын кесе бастадым. Кеседі екенмін, оның ішінен бір бүтін ешкі шықты. Және кесе бастадым. Оны соңына дейін кестім. Содан кейін жыланның ішін аштым. Не көзбен көрейін, жыланның ішінде Рүстемнің
мәйіті жатыпты. Бұл жағдайдан шокқа түстім. Не қылуды білмей, үйдегілерге телефон соқпақшы болдым. Бірақ байланыс жоқ еді. Тезде ауылға қайттым. Бардым да үйіндегілерге әсте түсіндірдім. Тездікпен ол жерге қайта бардық. Рүстемнің мәйітін әпкелдік та сол күні оны көмдік. Оның ата-анасына өте қиын еді. Өйткені Рүстем ата-анасының жалғыз ғана баласы еді. Құдайым барлығымызды бұндай бәлелерден өзі сақтасын. Құрметті көрермендер, видеоролигіміз сіздерге ұнаған болса, лайк түймесін басып, каналымызға жазылуды ұмытпаң. Кейінгі видеороликтерде көріскенше, қымбатты достар, өздеріңізді асыраңыздар, сау саламат болыңыздар.